Орынбор облысының Гай қаласы. Дәл осында Башқұртстаннан 3 қыз, 17 жастағы Айгиз Үметкулова, 18 жастағы Адиля Каримова және 19 жастағы Зульфия Саникина оқуға келеді. Ата-анасы қыздарға негізінен зейнеткерлер тұратын және медициналық колледжден 10 минуттық жерде орналасқан үйден баспана жалдауға көмектесті. Қыздар әдепті еді, үйге ешкімді әкелмейтін, көршілермен де, колледжде де өздерін сыпайы ұстайтын. Тіпті Гай қаласындағы Орск медициналық колледжінің филиалының меңгерушісі Людмила Чуднова студенттердің бюджетте оқитын, ұстаздармен жақсы қарым-қатынаста болғанын айтып мақтады. Әрине, бұл сұмдық оқиға болғанша бәрі жақсы болып көрінді. Сәлем достар, эфирде сол кездер, менің есімім Нұрхат. Арнамызға жазылып лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қыздар Молодежная көшесі 53 үйде бірінші қабатында пәтер жалдап тұрды. Терезелерде торлар бар еді. Аумақ қауіпсіз болды. Бірақ бір күні қыздар бейтаныс адамды байқай бастады. Ол кейде олардың үйінің жанынан өтіп бара жатып, неге екені белгісіз, терезелеріне қарап тоқтайтын. Бірнеше күннен кейін бейтаныс жігіт батылдық танытып, қыздармен танысуға шешім қабылдады. Әрине, қыздар оған қызығушылық танытпады. Оның үстіне оларға біртүрлі болып көрінді. Және қыздар бейтаныс адамнан барынша аулақ бола бастады. Сол бір қаралы түн қарсаңында Зульфия қазір тек үйде отырғандарын, өйткені Гайда әлде бір педофил немесе түрмеші пайда болған. Оның осында жүргенін естігенін айтты. Ол қорқып, енді көшеге шықпауға тырысамыз деді. Расымен де, қорыққан қыздар терезе есіктерді жиі құлыптай бастады. Түнде себепсіз шықпады және қаңыраған аллеялардан аулақ болды. Айгиз да анасымен және достарымен осы жағдай туралы бөлісті. Қыз қаланы аралап жүретін, олармен сөйлескісі келетін біртүрлі біреудің бар екенін айтты. Сол қайғылы түнге бір апта қалғанда, қыздар ас үйден біреу терезедегі торларды тартып жатқандай біртүрлі дыбыстарды естіді. Қыздар бұл оғаш нәрселер туралы достарына шағымданды, бірақ өздері күдікті ештеңе таба алмады. Кеш 29 қыркүйек 2021 жыл. Айгиз, Адиля мен Зулия үйде дастархан басында отырып, ноутбуктарын ашып, сабаққа барынтасымен дайындалып жатты. Кішкене үзіліс жасауды ұйғарған ақжарқын студенттер өздерін аздап еркелетіп, дем алғысы келді. Олар 2 бөтелке алкоголь мен темекі алды. Олар мүлдем ішпейтініне, шекпейтініне қарамастан, өздеріне мұны бір рет жасауға рұқсат бергісі келді. Бірақ қыздарға студент достарының бірі ішіп, қонаққа келген болуы мүмкін деген нұсқа бар. Сайып келгенде олардың достарынан ешкім мұны мойындамады. Сондықтан сол түні ішіп темекі шеккен қыздардың өздері болды деген нұсқа қалады. Түнгі 12-ге таяп қалғанда, қыздардың бірі жігіті Эльнарға бейне қоңырау шалды. Ол оған бөлмені көрсетті. Көңіл күйі жақсы еді. Түн ортасы болды. Студенттер ұйықтауға дайындалып жатты. Бірақ олар біреу кіріп келе жатқандай дауыс естіді. Барып қараса, терезе ашық. Оны құлыптап жатын бөлмеге қайта кірді. Ол дәл осы уақытта досымен хат жазысып, осы жағдайды баяндады. Сағат 12-лер шамасы еді. Одан әрі не болған болжап қана айта аламыз. Бірақ жалпы оқиға былай болған тәрізді. Айгиз, Адиля және Зуля төсекке жатты. Қыздар бұрын ішпейтін болғандықтан, алкоголь оларды терең ұйқыға жіберді. Терезе арқылы үйге кіре алмаған белгісіз біреу есікті пайдалануды ұйғарды. Дәл сол күні қыздар есікті құлыптауды ұмытып кетті. Қылмыскер тұтқанын тартып, өте сақ күйде ішке кірді. 3 қыз қатты ұйықтап кеткен. Ол қойын қалтасынан алдын ала дайындаған пышағын алып, Айгиздің үстіне отырды. Ол оны зорлағысы келді. Бірақ Айгиз бірден оянып кетті. Бейтаныс жігіт бір қолымен оның аузын жауып, екіншісімен Айгиздің ішіне пышақ сұққан. Қыз есінен танып қалды. Бейтаныс жігіт оның киімін шешіп, оны зорлай бастады. Адиля мен Зуля қатты ұйықтап жатыр. Ер адам тыныш-тыныс алып, ақырын қозғалды. Ол Адиляның киімін абайлап шешті. Бірдеңе дұрыс емес екенін сезген бойжеткен оянып кетті. Бірақ ер адам бірден оның аузын жауып, мойын мен кеуде тұсына бірнеше рет пышақ сұғып, қансырап жатқан қызды зорлай бастады. Келесі кезекте Зуля оянды. Ұйқылы ояу ол құбыжықты лақтырып тастамақ болды. Бірақ ер адам үлкен асқана пышағымен
Зуляны да сойып салды. 3 қыз да зорланып, пышақпен өлтірілген. Ер адам ізін суытпас бұрын студенттер жатқан төсектерді өртеп жіберген. Әлі жаны шықпаған Айгиз есін жиып пәтерден қашып шықты. Бірақ ол үйден алысқа бара алмады. Кіреберістен 1-2 адым аттағанда бейтаныс адам оны қуып жетіп, пышақпен бауыздай салды. жылдың 30 қыркүйегінде таңертең көп қабатты үйдің көршілері өрт сөндіру бөліміне қоңырау шалды. Бірінші қабаттағы пәтер өртеніп жатыр. Үйге жеткен өрт сөндірушілер 17 жастағы Айгиздің көптеген кесілген жаралары бар жалаңаш денесін тапты. Пәтердегі өртті сөндіргеннен кейін Зуля мен Адиляның да мәйіттері табылды. 3 бой жеткенде толығымен жалаңаш болған. Денелерінің кеуде, мойын және 3 тұсынан пышақ жарақаттары болған. Кім мұндай қиянат жасай алады? Неліктен көршілердің ешқайсысы ұрыс-керіс пен айғайлаған дыбыстарды естімеген? Елді дүр сілкіндірген бұл іске қатысты тергеу дереу басталып кетті. Күдікке бірінші болып қыздардың достары және олардың бірінің жігіті түсті. Бұлар өлтірілген түні Уфада болған Башқұртстаннан келген ауылдастары еді. Ағайынды Әнуар мен Ильнар бірден ұсталды. Ғашықтар жанжалдасып, қызғаныштан ұрыс шығуы мүмкін деген нұсқа ұсынылды. Біріншіден, алкогольді ер балалар ішкен болуы мүмкін. Ал темекі шекпейтін 3 қыз үшін банкада толып тұрған темекі тұқылы тым көп секілді. Екіншіден, 3 қызды да ешқандай шусыз өлтіргені қалай? Мүмкін жігіттер алкогольге бірдеңе салған шығар. Бірақ ДНК сынағы олардың бұл іске қатысын жоққа шығарды. Мен сүйіктімді өлтіріп кеткен достарынан білдім. Біз барлығына телефон соғып шынымен бір сұмдық болды ма, әлде біреудің ақымақ қалжың ма деп сұрай бастадық. Мен оны соңғы рет қыркүйек айында Гайге қонаққа келгенімде көрдім. Екеуміз де бір ауылдамыз. Башқұртстан Республикасы, Баймақ ауданы. Біз үйленеміз деп жүргенбіз. Мен оны оқуын бітірген соң Уфаға алып кеткім келді. Содан кейін жедел уәкілдер бұл мәселеге мұқият келіп, қыздардың барлық мүмкін таныстары мен көршілерін сұрастыра бастады. Барлығы бірдей дерлік жауап берді. Қыздар жақсы, біз жаман ештеңе айта алмаймыз. Кісі өлтірілген күні ешкім ештеңе естімеді. Тіпті шамамен есіктен кіру, қарсыласу немесе айғайлау да естілмеді. 100-ден астам адам сұралып, қылмыс жасалған аудандағы бейнебақылау камераларының бейнежазбалары және қыздардың гаджеттері тәркіленді. Барлық жиналған аяқтарды зерттей келе, тергеу қыздардың пәтерде бас қосуы болған деген қорытындыға келді. Алкоголь мен темекі тұқылдарының мөлшері қыздардың жалғыз емес, біреумен болғанын көрсетеді. Ильнар кісі өлтіруден 2 сағат бұрын қызбен видео арқылы сөйлесіп, пәтерде бейтаныс ешкімді байқамаған. Бірақ бәрі қыздарды біреу мас айтып, ұйықтатып, зорлап, сосын өлтіргеніне сенімді болды. Бұл болжам интернеттегі кресло сарапшыларына бірден өз үкімін шығару үшін жеткілікті болды. Олар қыздарды жеңіл жүрісті болған деп айыптай бастады. Комментаторлардың айтуынша, қыздардың кейбірі, мүмкін бәрі, арын сатып қосымша ақша таппақшы болғанмыз. Олардың достарын айтқан әңгімелеріндегі бейтаныс адам мүмкін қабылданбаған клиенттердің бірі шығар. Сірә сол түні қыздарға таныс жігіт келіп, оған есікті өздері ашты. Ол оларды өзімен бірге ішуге көндірді де, шарапқа бірдеңе қосып берді. Шешіндірді, зорлады, пышақтады. Тек ұйықтататын дәрілер Айгизаға толық әсер етпей, қашуға талпынып көрді. Бірақ мұнысынан ештеңе шықпады. Немесе 3 қыздың біреуі ғана темекі шегу және біреумен күмәнді байланыста болуы мүмкін. Ол бейтаныс жігітті құрбылары ұйықтап жатқанда ішке кіргізіп, кейін олардың арасында жанжал шыққан. Нәтижесі белгілі. Жыныстық қатынастан бас тартқан үшін 3 қызға осындай қатыгездікпен қарау мүмкін бе? Қалай болса да сену қиын. Біздің туысымыз мәйітті алуға барғанда терезелердегі торлардың шешілгені, содан кейін болттарды жайғаны қайта салынғаны және дұрыс емес салынғаны байқалған. Бір адам кіре алатындай етіп торды көтеруге болатындай еді. Қаза тапқандардың туыстары қыздар жеңіл жүрісті болған деген кез келген нұсқаны жоққа шығарады. Олар тұтынылған алкоголь мен темекі студент қыздарға тиесілі болуы мүмкін дегенге сенбейді. Оларды қандай да бір психопат өлтірген анық. Шамамен 2 күннен кейін су мұнарасының жанынан қанды киімдер табылды. Анықталғандай, өлтіруші қылмыс орнынан қанды киімдері мен аяқ киімдерін құдыққа лақтырып үйіне жалаң аяқ келген. Қанның ДНК сараптамасы оның 29 жастағы 2 баланың әкесі, үлгілі күйеу, бұрын сотталған Александр Лазаревке тиесілі екенін көрсетті. Ер адамға іздеу салынды. Бірақ бұл уақытта Лазарев жоғалып кетті.
Лазарев 2012 жылы Апельсин барының менеджері Рустам Зарифовты өлтірген үшін 10 жылға жуық жазасын өтегені бірден белгілі болды. Бір қызығы, Новотроицктегі 2-3-те жазасын өтеп жүргенде Лазарев үйленіп, балалы болды. 2017 жылы ерлі-зайыптылардың қызы дүниеге келді. Александрдың өзі қыздардың үйінен 1-2 үй әріректе тұратын. Көлік жуу орнында жұмыс істеді. Онда оның әріптестері қылмыс орын алған күні Александрдың оғаш әрекетін байқағанын айтты. Қыздарды өлтіруден бір күн бұрын ол Орскіге жылы киім алу үшін барып қайтуды өтінді. Қылмыс болған күні 30 қыркүйек, ол таңертең жұмысқа келуі керек еді. Ол келіп біраз тұрып үйге қайтуға сұранды. Ал оның алдында көлік жууға бір адам келіп, 3 кісі өлтірілген оқиғаны айтып еді. Саша әйтеуір өзін басқаша ұстады және өзінің ауырып тұрғанын айтты. 3 қазанда кісі өлтіргеннен кейін Александр басқа біреудің көлігін ұрлап кеткен. Үй иелері дереу полицияға хабар беріп, іздеу басталды. Ол жол полициясы қызметкерлерінен жасырынбақ болғанымен көп ұзамай ұсталды. Лазаревке зорлау, кісі өлтіру, біреудің мүлкіне өртеу арқылы қасақана зиян келтіру секілді бірнеше қылмыстық іс бойынша айыптар тағылды. Александр Лазарев бұрын бірнеше рет сотталған. 2010 жылы тонау үшін, 2012 жылы желтоқсанда кісі өлтірген үшін, 2021 жылдың 15 тамызында Александр Гайда бір қызды көлігінде зорлаған. Содан кейін ол қызды да өлтіретін ойы болғанын мойындады. Бірақ жағдай мүмкіндік бермеген. Студенттерді не үшін өлтірдің деп сұрағанда Александр кідіріп, дірілдеп түсініксіз жауап берді. Ал кейін бәрін өлілердің мойнына іліп қойып, өздері мәжбүрледі деді. Александрдың айтуынша ол қыздарды білетін және олардың бірімен қарым-қатынаста болған. Олар оны қонаққа шақырып, бірге ішіп темекі шеккен. Содан кейін жанжал шығып, қыздар одан белгісіз себеппен 50 000 рубль талап етіп бопсалай бастаған. Кейін ол өз айтқандарын өзгертіп, қыздарды танымайтынын айтты. Ер адам сол түнді және қалай өлтірген бұлыңғыр есіне түсіретінін айтты. Сондықтан кісі өлтірудің нақты суреті жоқ, тек болжам ғана бар. Сараптама нәтижесінде ер адамның психикалық ауытқуы жоқ екені анықталды. Оның әйелі мен туыстары оның қылмысқа қатысы барына мүлде сенбейді. Бұрын істі болғандықтан, бұл қылмысты да полиция Александрға артпақшы дейді. Бірақ біз тек тергеу сөздеріне сүйене аламыз. Бұл оның кінәлі екенін растады. Оның 3 жас қызға неге және неліктен бұлай жасағаны жұмбақ күйінде қалып отыр. Қайтыс болған қыздардың ата-аналарына келсек, олар қыздарын туған жерінде, Башқұртстанда жерлегені белгілі. Сот Александр Лазаревті өмір бойына бас бостандығынан айырды. Ол жазасын өтеу үшін ерекше режимдегі колонияға жіберілді. Қалай болғанда да, бұл қыздар қандай іспен айналысса да, жеңіл жүрісті болса да, олар тағдырдың мұндай соққысына лайық емес еді. Барлығыңызға рахмет, сақ болыңыздар. Сіздермен болған сол кездер арнамызға жазылып, лайк басып өтуді ұмытпаңыздар.